Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Бүгін біздің каналға қош келдіңіз. Бүгін YouTube арнамызда осындай ұлттық тестілеу орталығының жаңа форматындағы бір қызықты есепті талдағалы отырмыз. Шығару жолын қарап, бір жақсылап үйреніп алайық. Бұндай есептерді мен өзім бұрын көрген жоқпын. Осы сұрақты құрастырған авторға үлкен лайк қоямыз. Былай дейді, суретте ПВ графигінде бір атомды идеал газдың процестері көрсетілген. А нүктесіндегі газдың температурасы ТА болса, А, Б және СД процестері кезіндегі ішкі энергия өзгерістерінің қатынасын анықтаңыз дейді. Хорошо, сурет бойынша көріп тұрмыз. Газ А күйінен Б-ға өтеді, Б-дан С-ға өтеді және С күйінен Д күйіне өтеді. Осы жағдайда біз А, Б және СД процестері кезіндегі ішкі энергияның өзгерістерінің қатынасын анықтауымыз керек. Так, оны былай жасайық. Табу керек бізге У АБ бөлінген У СД. Алдына дельта деген знакты қоюды ұмытпаңыздар, себебі бұл ішкі энергияның өзгерістері, АБ бөлінген ішкі энергия өзгереді, СД бөлінген дәл солай өзгереді. Так, ол үшін бізге қандай ақпараттарды білу қажет? Давайте былай істейік. Ең бірінші мәселе, біз қазір әрбір нүктесіндегі температурасын анықтап аламыз. Неге? Себебі ішкі энергияның мысалы АБ бөлігіндегі ішкі энергиясының өзгерісін анықтағымыз келсе, бұл бізде бір атомды идеал газ болғандықтан 3 бөлінген 2 нью R дельта Т. Егер мынау дельта Т-ны ашып жазатын болсақ, 3 бөлінген 2 көбейтілген нью R дельта Т деген мысалы А-дан Б-ға қарай өзгерді ғой газдың күйі. Б нүктесіндегі температурадан азайтып тастаймыз А нүктесіндегі температурасын. Яғни бізде мынау Б нүктесіндегі температура белгісіз. Сол үшін біз аламыз да газ заңдарында қолданылатын бір теңдеу бар еді. Сол газ заңдарындағы теңдеуді қолданып шығарамыз. Сол теңдеу қандай? П1 В1 бөлінген Т1 тең болады П2 В2 бөлінген Т2 деген теңдеу арқылы шығарады екенбіз. Енді қараңыздар, мынау А нүктесіндегі жағдайды бірінші нүкте деп алайық, Б нүктесіндегі жағдайды екінші нүкте деп қарастыратын болсақ, онда қалай болады екен? Бұл теңдеуіміз, мысалы, А нүктесіндегі қысым, ол бізде П0 көбейтілген. А нүктесіндегі көлем В0, А нүктесіндегі температура ТА деп беріп қойыпты, есептің шарты бойынша осылай айтылған екен. Тең белгісін қоямыз, теңдік белгісін екінші нүктедегі Б нүктесіндегі қысымын қараңыздар, график бойынша сәйкес келеді 3П0-ға көбейтілген. Ал көлемі қанша? Көлемі 4В0 болады. 4В0 бөлінген Б нүктесіндегі температура. Хорошо, осы жерден көріп тұрсаңыздар, мына П0 В0, мына жақта П0 В0 қысқарады, бұдан шығатын қатынас қандай? 1 бөлінген ТА тең болады екен 12 бөлінген ТБ. Пропорция бойынша Б нүктесіндегі температураны анықтайтын болсақ, ол бізде 12 көбейтілген ТА. Бұл не деген сөз? А нүктесіндегі газдың температурасы мен Б нүктесіндегі газдың температурасын салыстыратын болсақ, А нүктесіндегі газдың температурасы, Б нүктесіндегі газдың температурасы А нүктесіне қараған кезде 12 есе көп деген мағынаны білдіреді. Хорошо. Дәл сондай логика бойынша С нүктесіндегі температураны А нүктесі арқылы өрнектеп алайық. Хорошо. Так, екінші амал бітті. Енді үшінші амалды орындайық. Біз қазір С нүктесіндегі температураны өрнектейміз. Так, П1 В1 бөлінген Т1 тең болады П3 бөлінген Т3 деген қатынасты жазайық. Хорошо. Бірінші нүкте А нүктесі, екінші нүкте Б нүктесі, С нүктесі сәйкесінше үшінші нүкте деп қарастыратын болсақ, онда мынау теңдеуіміз қалай жазылады? Бірінші нүктедегі А нүктесіндегі қысым П0, көлемі В0, температурасы ТА болып жатыр. Жақсы. Тең болады үшінші нүктедегі С нүктесіндегі мына жерде көрсетілмеген, бірақ біз енді орта есеппен П0 мен 2 П0-дің арасында 1,5 П0 бар деп қарастырамыз. 1,5 П0. Ал көлеміне келетін болсақ, С нүктесіндегі көлемі ол 2 мен 3-тің арасында жатқан 2,5 В0 деп қарастырамыз. Бөлінген С нүктесіндегі температура. Дәл осылай П0 В0 қысқарады. 1,5-ті 2,5-ге көбейтетін болсақ, 1,5 көбейту 2,5 3,175 шығады. Бұдан шығатын қатынас С нүктесіндегі температура ол бізде 3,175 көбейтілген ТА болып анықталады екен. Давайте мынау температураның қатынастарын осы 4 бұрышпен белгілеп қояйық. Мынау Б нүктесіндегі температураны А нүктесіндегі температура арқылы өрнектедік. С нүктесіндегі температураны өрнектедік А нүктесі арқылы. Ең соңғы момент қалды, ол 4-ші Д нүктесіндегі температураны өрнектеп алу қажет екен. Так, дәл солай жазайық. П1 В1 бөлінген Т1 тең болады П4 В4 бөлінген Т4 деп. Енді орнына бағанағы сан мәндерін график бойынша қоямыз. Қайтадан П0 көбейтілген В0 бөлінген А нүктесіндегі температура тең болады. Енді Д нүктесіндегі қысымды қарасаңыздар, ол П0 деген мәнге сәйкес келеді. Д нүктесіндегі көлемге қарасаңыздар, ол бізде 2,5 В0 деген көлемге сәйкес келеді.
Бөлеміз оны т-д деп қояйық. Осы жерден мынау p0 v0 p0 v0 қысқартып, д нүктесіндегі температура тең болады 2,5 t-а дейді. Жақсы, температуралардың барлығын б нүктесіндегі, с нүктесіндегі, д нүктесіндегі температураның барлығын а арқылы өрнектеп алдық. Енді бізге не қажет? Ішкі энергиясын табайық. 5-ші амал. АБ бөлігіндегі ішкі энергияның өзгерісі дегеніміз, АБ бөлігіндегі ішкі энергияның өзгерісі дегеніміз, мысалы, А күйінен Б күйіне өтті дейтін болсақ, ол болады 3 бөлінген 2 нью R дельта Т дейді, иә? Жоғары жақта бүйтіп жазып кеткен. Б нүктесіндегі температурадан А нүктесіндегі температураны азайтамыз. Ал Б нүктесіндегі температура ол бізде 12 ТА. Жақшаның ішінде 12 ТА азайтылған. А нүктесіндегі температураның орнына ТАның өзін ғана қоямыз, сонда бізде мынандай қатынас қалады екен. 3 бөлу 2 нью R, мынау 11 ТА болады. Так, енді қараңыздар, СД бөлігіндегі ішкі энергияның өзгерісін анықтайтын болса, қалай анықтаймыз? 3 бөлінген 2 көбейтілген нью R, Д нүктесіндегі температурадан, жоқ, наоборот, С нүктесіндегі температурадан азайтады екенбіз Д нүктесіндегі температураны. Так, бұдан шығатын қатынас қандай? 3 бөлінген 2 нью R, С нүктесіндегі температураны біз 3,75 ТА деп қарастырдық. Д нүктесіндегі температураны біз 2,5 ТА деп қарастырамыз. Екеуінің айырмасын салыстыратын болсақ, 3 бөлінген 2 нью R, мына жақта қанша шығады? 3,75-тен 2,5 азайтатын болсақ, 1,25 ТА деген өрнек қалды. Енді осы екі шаманың бір-біріне қатынасын алатын болсақ, сіздер уже көріп тұрған шығарсыздар. Дельта У АБ бөлігіндегі ішкі энергияның өзгерісі, бөлеміз оны СД бөлігіндегі ішкі энергияның өзгерісіне. Так, мына жақта 3 бөлінген 2 нью R 11 ТА. Бөлу 3 бөлінген 2 нью R, мына жақта қандай коэффициент қалды? 1,25 деген коэффициент қалды. ТА. Енді математика бойынша 3 бөлінген 2 қысқарады, нью R ТА қысқарады, сонда 11 бөлінген 1,25 деген қатынас қалады екен. Калькуляторға салсақ, 11 бөлу 1,25 тең болады екен 8,8-ге. Яғни осындай қызықты есептің жауабы бізде А вариантына сәйкес келеді. Құрметті тыңдарман, егер сіз жас маман мұғалім болсаңыз, осындай қиын күрделі есепті шығарып үйренгіңіз келсе, онда біз сізді мұғалімдерге арналған физика курсында күтеміз. Мұғалімдер курсы жайлы толық ақпарат алу үшін мынау номерге хабарласыңыздар, ал қосымша тағы да бір қызықты видеолармен Инстаграмда анда-санда бөлісіп тұрамын. Так что Инстаграмға да тіркеліп қойсаңыз болады. Есеп ұнаған болса, лайк басып арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі сабақта аман есен жолыққанша.